Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша департаментінің ұйымдастыруымен брифинг өтті. Бұл жолда жергілікті тілшілерге денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қабдырахман Сақтағанов есеп берді. Жиналғандарға облыстың бас дәрігері медицина саласындағы ілгері басушылықтардың мақтанышпен айтты. Басы ауырып, балтыры сыздағандар алдымен дәрігер көмегіне жүгінеді. Басқарма жетекшісінің сөзіне сенсек, бүгінгі медицина қауқарлы. Соның нәтижесінде өкпе, жүрек қан тамыр аурулары бойынша өлім-жітім азайған. Ана мен бала шетінеуде тіркелмеген. Қаржыландыру көлемі ұлғайған. Биыл медицина саласына 22 миллиард теңге бөлініпті. Әрине, бұл аз ақша емес. Материалдық базаны нығайтып, жаңа санитарлық көліктер сатып алуға 700 миллион теңге қарастырып отырмыз, деді бас дәрігер. Медицинскую помощь оказывает. Бүгінгі күні облыста 1400-ден астам дәрігер тұрғындарға медициналық көмек көрсетеді. 5000-ға тарта орта медицина мамандары бар. Былтыр 75 дәрігер қызметке алынды. Соның 43-і ауылдық жерлерде жұмыс істеп жатқанында айта кеткен жөн. Дегенмен кадр тапшылығы сезіліп отыр. Қазіргі таңда 103 дәрігердің орны бос тұр. Біз жоғары оқу орындарымен келісім шарт жасадық. Биыл тағы да 40 жас маманды алмақшымыз. Бірақ ол өз баяндамасында денсаулық саласындағы жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жұмыстары туралы айтпады. Сондай-ақ Сақтағановтың азаматтарды қабылдау кестесі жайлы да біле алмадық. Осыған қарағанда бас дәрігер әркімге есік аша бермейді. Болезнь прогрессирует. Хорошо. Они ничего не получают, никакого лекарства им отказывают. Вот они хотели, вообще не могут понять. Предусмотрено, они говорят, нам ничего не дают бесплатно, ни одного лекарства. Во-вторых, у них проблемы постоянные с его доставкой к райцентру. Они не в райцентре, а в селе живут. Брифинг билік өкілдеріне тұрғындар сенімін арттыру үшін ұйымдастырылуда. Ал қарапайым халықтың жоғын жоқтаушы ол тілшілер. Алайда бұл жолы уақыттың тығыздығынан басқарма басшысы бірақ адамның сұрағына жауап берді. Ал басқалары көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарды қойып үлгермеді. Айгүл Ысқақова, Юрий Скаков, ақпарат.